Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге ең оңай дәмді болып шығатын пирог жасайтын боламыз. Үйде бар заттардан жасалады. Ниеттер видеоның соңына дейін көріп, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіз. Бізге су, какао, жаңғақ, печенье, құмшекер және сары май керек болады. Ең бірінші какаоның үстіне құмшекер қосып араластырамыз. Су қосып тағы да араластырамыз. Сары май қосып жайотта ергенше күтеміз. Ерген соң 5 минуттай қайнатамыз. Одан соң газдан алып 5-10 минуттай суытамыз. Оған дейін осылай қолымызбен печеньені үгітіп шығамыз. Үстіне осындай түрлі жаңғақтарды бөліп қоссаңыздар болады. Енді печеньенің үстіне жаңағы суыған массаны құйып араластырамыз. Массаны табаға немесе осындай кольцоға құюға болады. Кольцо пайдаланатын болсаңыздар, астын осылай фольгамен жақсылап 3-4 рет орау керек. Бір рет орасаңыздар, фольга ұсталмай массамыз ағып кетеді. Енді пирогымызды холодильникке қатқанша жарты күнде салып қоямыз. Қатқан соң алып, осылай ыдысынан ажыратып аламыз. Үстіне қалауыңызша шоколад құйып, жаңғақтар сеуіп сәйнесеңіздер болады. Біздің пирогымыз осымен дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай дайындалады, әрі дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Видеом ұнаса лайк басып арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әлде көп рецепттер болады.